Жалпы бұл идея табиғи ресурстар басқармасынан туындады. Расымен де бүгінгі таңда өзіңіз көрдіңіз, жалпы республикалық сенбілік таза Қазақстан акциясы науқанында біздерде облыс бойынша қазіргі таңда үлкен қаланың ішінде 4 километр жерді алып отырған Каспий теңізінің жағалауында кепкен шөппен қураған қамыстарды әрқайсысының де көңілінен шыққан жоқ, рас керек. Тұрғындардың арасында ол жерде шаң тозаңның өзі де жиналып жатыр, расымен керек. Ол кепкен шөп болған соң бүкіл вирус пен микробтардың барлығы сол жерге жиналды. Сол себептен тазалықты сақтау барысында халықтың сұранысымен және де халықтың белсенділігімен сол жерде тазалық жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Содан соң бұл шөптердің ең қиыны, бұл шөптер тұра берсе өрттену қаупі бар. Өрттің алдын алу мақсатында қандай жұмыстар, қандай шаралар қабылдануы керек деп ойланған болатынбыз. Нәтижесінде біздерде осында облыс бойынша бүгінгі таңда калифорниялық құрттарды көбейту арқылы биогумус борттарда манағы кепкен шөпті жинап, оны қайтып калифорниялық құрттарды жіберу арқылы биогумус алып отырған бүгінгі таңда біздерде экобелсенді Эковесті Ақтау Салтанат Брайлина деген кәсіпкеріміз бар. Сол кәсіпкерге ұсынған болатынбыз. Егер біз сізге сол кепкен шөппен қураған қамыстарды алып келсек, өзіңіз соны ары қарай жаратсаңыз, өйткені ол бізге былай қарасаңыз пайдасыз ғой. Мен қуана да қарсы аламын деді, ол қабыл аламын деді. Сол себептен барлық теңіз жағасынан жиналған кепкен шөппен қамыстарды Салтанат Брайлинаның территориясына алып барып бердік. Ар жағында ол кісі мульча жасайды, биогумус жасап, өзінің қажеттілігіне жаратады. Бүгінгі таңда басқа жерге алып барып өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында сондай шараларды қабылдадық. Жалпы Салтанат Брайлина былтыр 10 тонна өндірген биогумус биылғы жылға 20-30 тонна биогумусты өндіруге қауқарлы. Және де оны ол кісі кәсіпкердің айтуы бойынша республика ішінде және экспортке сатуды қарастырып жатыр. Сол себептен қазіргі таңда енді теңіздің жағасындағы кепкен шөппен қамысты бітірсек, мен ойлаймын, енді 1 жылдан кейін тағы да сондай жинап алып барамыз деп. Біздерде қазір теңіз жағасында көрсеңіз, жасыл арасынан шөп манағы жап-жасыл болып шығып жатыр. Енді жасыл желектердің өсу деңгейі 1 жылдық бар, көп жылдық бар. Бұл жерде қамыстардың өздері енді биік болып өспегенмен, бірақ кішкентай болып өседі. Ол енді 1 жылдық. Мына қазіргі алып атқанымыз ол 1 жылдық емес, многолетке, көп жыл болды оларға. Ал ендігі кезде кюб манағы құрғап кеткен шөптер болатын болса, олардың барлығын шығарып отырамыз. Әрине, бұл бойынша да біздер қазір жалпы кешенді подход жасап жатырмыз. Өйткені бүгінгі таңда үкіметтің тапсырмасы бар, яғни инвесторларды тарту бойынша, ТБО қалдықтарын өңдеу бойынша бүгінгі таңда біздің облысымызға 4 кәсіпкер өз ұсынысын білдіріп отыр. Манағы пластикалық бутылкаларды жинау арқылы, целлофановый мешочектарды жинау арқылы біздер кері өндіріп, өнім шығарып береміз деп. Соларды қолдау мақсатында олардың инвестициялық жобалары қазіргі таңда қолдау тапты. Құжаттамаларының барлығын реттеп жатыр. 25 жылдан бастап жүзеге асады деген ойдамыз істердің. Және де қазір әр кәсіпкер расымен де былай қарасаңыз, қазіргі таңда біздерде қоқысқа таласатын заман келе жатыр. Өйткені манағы баклажканың өзін кері өңдеймін деп, әр кәсіпкер тұрғын үйлердің қасына арнайы жәшік қойып жатыр. Және де сол жәшікті өздері таза ұстап алып кетіп, манағы бутылкаларды, қағаздар, коробка, құрылыстан шыққан коробкалар, солардың барлығына қазіргі таңда расымен де кәсіпкерлердің артында бір белгілі бәсекелестік пайда болып жатыр. Бұл бізді қуантарлық жағдай. Және де бұл бойынша да біздер кешенді шараларды қабылдаймыз.